Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Бекнұр Про. Бүгін біздер видео түсіретін боламыз. Бұл сәлем көрші екі картасы. Біз бұл жерде обзор түсіретін боламыз. Мұның бәрін бір адаммен бірге жасаған болатын, бір баламен. Біз обзор жасаймыз. Мынау бізде, бірақ бұл өзгертіліп жасаған. Мынау бізде полиция, көршінің бұрынғы үй болмай ма? Сол үйді істейтін, сол үйді күзететін ба, сөйтетін адам. Сол жер, сондай. Бірақ өзгертіліп жасаған, мына жерде сундук, солар. Бірақ бұл кішкентай, бірақ екінші этажы бар. Мына шкафтарға тығылып кетуге болады, бұны өтуге де болады. Так, мына жерде осындай жер. Біз мына жерге, туалет жуынатын жер сондай ғой. Ал мынау бір подвал жақ, мына подвалды ашамыз. Мына жаққа түсеміз, мынаны ашуымыз керек. Мына жерде бізде мынандай болады, мына жерде бір бала жатыр. Мына ішінде мынандай болады. Біз мынаны сындырып, тапыр беріледі ғой, енді ана сындырып, сосын ана ашатын болады, сондай. Ал мынау мына жерде мынау екінші этажы, осындай бөлмелер, балалардың бөлмесі, мынау жататын бөлмелері. Ал мынау жерде мынандай бөлме әйтеуір. Ал мынау бір бөлме ғой. Бір бөлме, мынау шатырға өрмелеп кетесің ғой. Сосын мына жерде мына жерге қою керек. Бұда кілттерді мынандай нелеріне, мысалға мына жерде бір кілт алсақ, үстіне оның жазу тұрады. Бір сан, әріп, сондайлар тұрады. Сондай мынандай не тұру керек. Мысалға мына жерге мынандай кілт тұр. Мынандай аты бар кілт тұру керек, сондай. Ал мынау бізде қызыл мұражай, мынау аңшының үйі, бұларды келесі бөлімге алып қоямыз. Ал мынау бізде таппай, мыналар боттардың үйі, мынау Куиннің үйі. Мына кеттік, ал осындай асханасы ғой, аспазшының. Мына жерде сондай тамақ пісіретін, мына жерде сондай жері. Ал мына жері Ал мынау холодильниктің кілтін де табу керек. Мына жерде тұрады, 456 деген кілтті табу керек. Холодильниктің ішіне зат шығады, сөйтіп, біз мына жерде боламыз. Мынаған 789 деген кілтті тауып қойуымыз керек. Мынау мына жерге 090 деген кілтті тауып қойуымыз керек. Осындай. Мынау жатын бөлмесі, сондай бөлмелері. Бұда бұлайынан бір көп қолса, бұлайынан тығылып қалуға да болады. Мынау шкаф, және мынау вагоны, шөптердің арасына қият, енеште бір шығады ғой, кілт шығады. Мынау антенна, ал мынау несі ғой. Ал мынау бізде байдың үйі, бай дейтін. Бай ойы бол дейтін енді. Еще бұның үйі ең ескі шығар осы ауылдағы. 1899 жылы жасалып шығарылған ғой, Міне шарбағы, бірінші шарбағынан не істейін? Міне шарбағы осындай. Міне мынандай бақшасы, оған кіреді, мынау осындай сырты, осындай. Ішін келесі бөлімге қалдырамыз. Ал сау болыңыздар, достар.